Қалайсың, денсаулық қалай? Ассалаумағалейкум. Мына сол араб еліне деймін. Біздің қазақтың бар бір қиянат жасады ма, олар алады басын шаба салады, қолын шаба салады, сөйлеспейді. Бізді сонда мал санағаны ғой, біледі. Бұл жаққа келіп ойран салуға болады. Қытайды, иті де, биті де қазақты қорлады. Қазақ намыс көрсету дұрыс нақы. Қытайды да үйсін. Ана қызды албасын алып келіп, өзін бітшін шығарып, әке шешесін алып, бүкіл дүниеге көрсетіп, бүкіл қыздарға сабақ болады. Дәл солай қазақтың жастары мына қырғыздар сияқылды кіріп түнгі клубтарға әнжеде жәләпті жасап атқан гостиница қыздарды алып батырлатып сойып әкең аузсыз киімдерді сындырып аяқ қолдарын. Сол кезде ана мама деп бағып жүргендерін бүкіл милициясымен бірге қосып сойса, содан кейін олар біледі әкеңді шешеңді шақырды, ешкім келмейді. Өздері көттерін пысатта кетеді. Баяғыда 60-шы жылдары мини бикини деген бір мода болған. Бүкіл санын жалтыратып қысқа көйлек киген. Сонда өзбектер не істеді? Шақырып алады, балам бергеш дейді, саным шақпен тіл береді. Айтады, бар әкеңе барып айт, менің атым Абдулла, мына шайханада отырам дейді. Әкесін айтпайды ол қыз, қорқады. Содан бүкіл Өзбекстан тарс тиылды әкеңе. Әйтпесе үйден бір көйлегін алып шығып ұрлайды да киініп, қайтадан үйіне ұзын көйлекпен киіп, қысқа көйлекпен санын жалтыратып жүрген кездер болған. Бізде былай тәртіптілік нетпейді. Мен қазір қазақ датау ыдырап шығып кетті. Ауылға барсаң, ат үйрететін бала жоқ. Жүген ноқта биші кесетін, асау үйрететін бала жоқ, ертоқым жоқ, бәрі жүр енектерін велосипед күйкелеп, мота теуіп. Қолдарында сотка, басқа түк істемейді, физически нездоровы, бәрі ауру әкең аусы. Кросс әскерге 3 километр жүрсе өліп қалып жатыр әкең аусы, тілдері салақтап. Болды, басқа қазіргі мына 30 жылда өскен балалар, олардың сана сезімдері датауы төмен, бәрі медицinaға кіргенде өз халқына шауып жатыр. Ал соның бүкіл несін мораль, бүкіл сана сезім жоқ. Оны келеді әкең ауысыз вообще бізде политика дұрыс емес нақы. Біз ел бола алмаймыз, дәл осылай кете берсе әкең ауысы бытыраймыз. Сондықтан бәрі салт сана, дәстүр, мәдениет болу керек. Ауылдың ақсақалдарын наоборот үйім жасап, жаңағындай жастарды үйретіп, ата-бабаларын айтып отырып, жақсысын айтып, жаманға бұрмай атаңы. Онда кружоктар ашып, бишік, жүген, ноқта, бишік өргізіп, балалардың бәрін сол аттыққа, бәйгеге неге үйретіп, жаңа таз ұстап, бүркіт ұстап, сондайға нетсе, жоқ әкең ауысын кешегі стақан шалдар қыртып ауылда лағып отыр әлі тілдерін шайнап. Міне соның нәтижесі 30 жылдың ішінде шыға келді мындай болып. Неше түрлі бар ғой вообще жоқ кейде бәрінің көтеріп қарап отырып. Үкіметтің түрі анау, әкең ауысы мына Ұзынағашта целый полк тұрған. Ана ЧС-тардың инженерный войска, саперлар. Соны алтта Башко деген келді расформировать етіп, бүкіл техникасын сатты, бытшын шығарып өзі парламентте мәжілісте отыр. Ал енді кеше міне Арыста не істеді? Россияның ЧС-і болса, сол жерде мобильный нені ашып, елге тамақ беріп, бүкіл 6 айғы кормиттайтын ақша болатын баяғыда НЗD Совет үкіметінің кезінде. Қазір бізде бірдеңе міне көрсетті ғой, 4 күнге тамақ тауып бере алмады әкең ауыз, сен халық тасыды бәрін. Үкіметтің қай көт ашылғаның соншама. 4 күнге таба алмады. Ал ертең бірдеңе болса, сен барасың, қырыласың, соғыс болса, әскерде тамақ жоқ, складтың бәрін сатқан, ұрлаған, самолет сатқан адамнан не сұрайсың, Қазір солар отыр, алтын байыбы бар, ертайы бар, ел қаһарманы болды. Қаһарман деген не ол? Герой. Ол мирный время не істеп алды, не подвиг жасап алды әкең ауыз. Екеуі де уголовный дело, самолет сатқан әкең. Вообще тәртіп жоқ, епті баймайды. Ату жазасын беру керек, бүкіл погон ұстағандағы. Ана Мәсиев не істеп отыр әкең? Соның компетентінде ғой осы халықтың бәрін, осының бәрін етуге. Ол немене атқара алмай ма? Шығарып тастау әкең ауыз. Бүкіл силовой структурадан алып тастау керек. Жоқ, шайнап отыр. Кеше қорыққандарынан алды да қайтадан Арысқа кіргізе салды. Арыстың іші толған снаряд, бәрі жерде мина жүр. Саперлар не істеп жүр? Бізде жетпейді, өтірік бәрі. Баяда каждый полкта саперный батальон болған. Каждый дивизияда. А қазір жоқ міне. Немене бұл әскер әкең ауыз нахуй. Вообще біз черт, екінің бәрі әкең ауыз жүр нахуй. Вообще жастардың бәрі не істерін білмейді. Мал болып кетті әкең ауыз. Намыс жоқ әкең ауыз дегендерде. Біз баяда желтоқсанның әлгі әкең ауыз 3 күн қырып бергенбіз әкең ауыз. Тісін ішіне қаратып әкең әскерден келген. Қазір жастарда ондай жүрек жоқ. Тұр нахуй талпа, 2-3-інен алып кетеді, мамалап жылайды нахуй епті. Ол не әкең ауыз? Жүрек жоқ, духы жоқ, дух. Ол мәселе 2 метрде емес, әкең ауыз 1 метр болсаң да дух болу керек. Намыс жоқ. Анамыз қайда кетеді нахуй Ол осылай болады. Баядалғы эксперимент жасаған ғой, бір күні бір банкаға салып қойыпты, бір күнің крышкамен жауып қойса, бір күннен кейін бір ұшпайды дейді. Өйткені крышканы ашып қойсаң да ұшпайды. Қазақта сол қазір. Енесін ұрып бәрін 15 суткада чмо қылып тастады. Қазір ұрып атсаң керек қылмайды.
Баузайын десең, бля, шашымды алады деп қой сияқыл жатады. Жүнін қырқады деді. Ондықтан, блядь, осы, блядь, жоқ жастарда, блядь, не намыс жоқ. Әкең ау сен айдасың, молодец, әкең ана атыраулықтар бар ғой, молодец. Запад, блядь, сол жақтан бірдеңе шығады өзіне. Әкең Қытайын қусын енді тағы, блядь. Көрсін әкең чум екен. Вот қыздарды солай сабап нетсе, екінші соған бармайды. Стап алып баняда бәр жерде әкең ау сен бытырлату керек. Сонда, блядь, үйім құрып, блядь, сықырту керек. Сонда қояды ол. Афганистан, жаңа спецназның жігіттері баяғы пенсияға шыққан нетіп жүр ғой. Сонда құрып, сонда айдау керек. Сонда, блядь, тәртіп болды. Мына тұрған қырғыз солай тазалап алды ғой өзінің жәләптарын. Бүкіл қырғыздың жәләбі бізде жүр. Өзбектің жәләбі бізде жүр. Айда әкең ау сен бәрі сортта. Милиция ақшалады да жібере салады. Ондай болмау керек, блядь, тазалау керек. Намыс бар. Қазақ десе, блядь, әкең баяғыда ат тұяғы дүбірінен бүкіл әлемді, блядь, зерлетіп, зесін дірілдеткен қазақ бүгін чмо болып жүр. Ёп, твоим айттар. Жарайды, блядь, намысын боғым, блядь, қайнап жының келіп әкең ау сен кеңірдегін жұлып алғың келіп тұр, қайтесің, картайып қалдық шал болды. Жарайды, аман болайық. Осы, блядь, қиналасың да қоясың. Әйтеуір жүрген жерде жастарды қайрап қоясың, басқа не істейсің?